Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін сәттілік дөңгелегін жасайтын боламыз, яғни сұрақтары, яшықтары бар. Ол үшін бізге вставка бөліміне барып, Smart Art элементтерін басамыз. Осында циклды таңдаймыз. Циклдағы сегментированный цикл, яғни осы керек, бізге дөңгелек керек. Басқаннан кейін бұл жерде әр сандарды жазамыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу. Яғни бұл жерде тек 7 ғана болады екен, 8-шісін жазсам шықпайды. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осыны таңдап алып, енді бұның түсін өзіміз қалағанынша өзгерте аламыз, немесе дайындардың ішінен таңдап аламыз. Мен ашық түсін таңдап алдым. Енді осы дөңгелегімізді экранымыздың сол жағына қоямыз. Қойып болған соң, бұл дөңгелектің айналған кезде, тоқтатқан кезде бір сұраққа тоқталып, стрелка арқылы көрсетеміз. Ол стрелканы фигурудың ішінен таңдап аламыз. Өзіміз түсін, түрін өзіміз таңдап алуға болады. Ол жағы өздеріңізге байланысты. Одан кейін бұл айналу үшін біз кнопка дайындауымыз қажет. Міне, кнопканы дайындадым. Бұның да түр түсін өздеріңіз өзгертіп алуларыңызға болады. Айнал деп жаздым. Ішіне жазуларыңызға болады, жазбауларыңызға болады. Ол сіздің қалауыңызша. Енді мынау біздің дөңгелегіміз айналу үшін анимация қоямыз. Добавить анимацию. Сол кезде мына сарыны таңдаймыз. Вращение. Міне айналды. Енді біз айналғаннан кейін бұның мына кнопка арқылы айналуын қоюымыз керек. Ол үшін триггер қосамыз. Прямоугольник, скругленные углы. Міне. Айнал деген ол бізде прямоугольник. Соған көрсетеміз. Енді көрейік. Міне айналмай тұр. Кнопканы басамыз, айналды. Бірақ біздің дөңгелегіміз бір-ақ рет айналып тұр. Оны өзгертуіміз қажет. Ол үшін жаңағы анимация бөліміне барып, область анимации дегенді басамыз. Сонда осы схема 11-дегі астына қарап тұрған стрелканы басамыз. Осы жерде время, яғни уақытын таңдаймыз. Средний дейді, продолжительность средний емес, быстро дегенді таңдадым. Повторение бізде до нажатия кнопки далее. Осыны таңдадым. Окей. Міне, енді бір көріп жіберейік. Айналды. Бірақ тоқтамайды, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Оны тоқтату үшін біз тағы бір анимация қосып, триггерін создавать етеміз. Яғни добавить анимацию, кез келген анимацияның триггері, по щелчку, прямоугольник деп екіншісін қоямыз. Енді бір тексеріп жіберейік. Айналады, тоқтайды. Айналады, тоқтайды. Яғни өзіңіз кез келген нені қолдануға болады. Келесі. Енді біз бұл жерге әр сұрақтар 1, 2, 3, 4, 7-ге дейін болғаннан кейін ұяшықтар дайындап, сұрақтар қоюымызға болады. Оны тағы да фигурамызды аламыз. Фигураны алған соң, бұл жерге өздеріңіз қалағаныңызша кез келген фигураны аламыз. Вставка, фигура. Яғни бізде 7 сұрақ болғаннан кейін 7 ұяшық таңдаймыз. Ұяшық жазып болғаннан кейін енді мен тек бір сұрақты ғана таңдаймын. Әлемдегі ең ірі тұқым. Яғни осы ұяшықтардың ішіне өздеріңіз қалаған сұрақтарды жазасыздар. Мен тек бір түрін ғана көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Келесі кезекте бізге енді бұл ұяшықтардың бетін жабуымыз керек. Оның бетіне дәл бетіне сәйкестендіріп жабамыз және сандарын қоямыз. 1-ші, 2-ші деп. Бізде жаңа 7 не болғаннан кейін 7-еуін қойып шығамыз. Келесі кезекте біз енді бұл ұяшықтар, яғни ұяшықты басқан кезде, кез келген ұяшықты басқан кезде артындағы сұрағы көрінуі қажет. Ол үшін біз бірді басамыз, анимация. Сіздерге одан кейін айтып кететінім, мына ұяшықты, мынау біздің сұрақтардың түсіне қарай өзгертуімізге болады. Мысалы, формат фигуры, осындағы заливка фигуры и пипетка дегенді бассаңыз, мысалы, бірінші сұрақ ол бізде оранжевый. Міне оранжевый өзгереді. Келесі 2-ні осылай алып аламыз, мышкамен басамыз, формат фигуры,
заливка фигуры, пипетка, екінші фигураның түсі міне жасыл. Яғни әр сұрақтың өз түсі болады, пайда болады. Келесі кезекте, бұған енді тоқталмай қояйын, түсінікті деп ойлаймын. Келесі кезекте енді біз жаңағы әр сұрақтың бірді басқанда артындағы сұрағымыз көріну үшін анимация қосамыз. Анимацияны таңдаймыз, добавить анимацию, уже выходты таңдаймыз, яғни шығу. Міне, осыны таңдадым, яғни бірді басқанда осы анимация пайда болады. Одан кейін міндетті түрде триггерін қосамыз. Триггер по щелчку, яғни бұл прямоугольник. 15-ші болса, біз жаңағы сұрақтарды 15-тен бастап қойдық. 15-ге 7 қоссам, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Келесі прямоугольник мына сары 1 22-ден басталады. 22 деп қосам. Келесі анимация қайтадан жаңағы анимацияны таңдаймын, вылетқа, выходқа, яғни бізде. Одан кейін оның да триггерін дайындаймын. Триггері жаңа бізде 22-ден басталса, келесі триггер 23, яғни мына фигураныкі 23. Солай өздеріңіз санап алуларыңызға болады ешікті. Үшінші анимация қосамын, выход, яғни қызылды таңдайсыздар, случайныйды таңдадым. Одан кейінгі бізде жаңағы триггер. Триггер бізде 23-пен жаңа болды, келесі 24 болады. Бірден мынандай триггер пайда болады. Келесі 4-ші сұрақ, анимация қосамын, тағы да бір рет көрсетейін, выход. Және келесі кезекте оның триггерін, анимацияға кіремін, триггерін қосамын. Ол 25. Келесі анимация, қызылды таңдаймын, триггер таңдаймын, келесі анимация, триггер по щелчку, 25-тен кейін ол бізде 26 болды. Анимация, выход, триггер, анимация және триггер. Яғни қайталана береді. Ол бізде 27. Және соңғысы 28-ші қалды. Анимация, добавить, выходты таңдаймын, анимация, триггер. Ең соңғы міне 28-ді. Енді дөңгелегіміз, яғни сабақта пайдаланатын тағы бір құралымыз дайын. Көрейік. Айналдырамыз, тоқтатамыз. 5-ші сұрақ, 5-ті басамыз, сұрағы шығады, оқушы жауап береді. Тағы бір рет айналдырамыз, тоқтатамыз. Міне, 2-ші сұраққа келді, 2-ні басады, 2-дің сұрағы шығады. Яғни осылай сабақты қызықты өткізуге болады. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.